Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлақ болып шығатын қиярдың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қиярларымызды жақсылап жуып алып, 2-3 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Алдымен банкаларымызды осылай парлап аламыз. Крышкасында парлап алдым. Одан соң қажет заттардың барлығын жуып, тазалап, дайындап аламыз. Қажет заттардың барлығын жуып дайындап аламыз. Мына жерде укроп, хрен, тұз, қант, қара бұрыш, қызыл бұрыш, болгар бұрыштарын пайдаландым. Лавр жапырағы, чеснок. Одан соң міндетті түрде 70% уксус пайдаланамыз. Мерзімі өтіп кетпеу қажет. Менікі мінекей 1 ай бұрын шыққан екен. Барлық банкаларымызды осылай парлап болған соң заттарымызды ізбе-із салып шығамыз. Мен бұл жерде 2 литрлік банкаға салып жатырмын. Бірінші укроп, одан соң хрен жапырағын салдым. Лавр жапырағын 3-4 данасын салсаңыздар болады. Чесноктан осындай 5-6 түйірін салдым. Мен осы банкаға осындай бір ащы бұрыш салдым. Болгар бұрыштарын да салып жатырмын. Егерде каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта осындай түрлі салаттың, банка жабудың рецепттерімен бөлісетін боламын. Мінекей осылай банкамызға қиярларымызды салып шығамыз. Суымызды осылай сақырлатып, қайнатып қоямыз. Енді банкаларымызға қияр батқанша толтырып құйып шығамыз. Мінекей банкаларымыздың үстіне осылай толтырып құйып шыққан соң бетіне жауып 20 минутқа қалдырыңыздар. 20 минут өткеннен соң осылай суымызды төгіп тастаймыз. Мен осындай арнайы крышка жауып, осылай барлық суын төгіп шықтым. Кейбіреулер осы бірінші суды қайтадан қайнатып, осы қиярларымызға құйып шығады екен. Олай жасаудың қажеті жоқ. Енді банкаларымызға бұрыштарын салып шығамыз. Мінекей қара бұрыштан осындай 10 шақты дана салсаңыздар болады. Енді қанттан 1 ас қасық толтырып 2 литрлік банкаға саласыздар. Егерде 3 литр болса 1,5 ас қасық салыңыздар. Мен тұзды да сол мөлшерде саламын. 1 үлкен ас қасықты толтырып 2 литрлік банкаға салыңыздар. Уксусымыз міндетті түрде сапалы әрі мерзімі өтпеген болуы қажет. Мінекей әр банкаға 1 шай қасық уксус құйып шығамыз. Менің қиярларым өзімнің бақшамның қияры болғандықтан аспирин қоспаймын. Егерде сіздер қиярды базардан алатын болсаңыздар, 2 литрлік банкаға 2 аспирин салыңыздар. Өйткені ол селитрамен өсетін болғандықтан. Қайнап тұрған таза суымызды осылай құйып шығамыз. Арнайы банка жапқышпен осылай банкамызды толық жауып шығамыз. Одан соң банкамызды осылай айналдыруымыз қажет, өйткені ішінде тұзы, қанты еруі қажет. Мінекей қақпағы толық жабылған. Енді банкаларымызды осылай төңкеріп қоямыз. Одан соң бетіне жылы көрпе немесе сүлгімен жапсаңыз да болады. 1 күнге қойыңыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.